қартайғанда қылық шығарды. Өмір деген ақ пен қарадан, сәттілік пен сәтсіздіктен тұратыны белгілі. Адам басына қонған бақытты дер кезінде аңғармай, ұшқан кезде ғана байқайтыны да өкінішті. Мен де қолыма қонған бағымды бағыла алмай басымнан ұшырып алған секілдімін. Отағасы екеуміз 4 қыз, бір ұл сүйіп отырған бақытты ата-аналардың қатарына едік. Әсілінде бақытты едік деп барлығымыз үшін жауап бермегенім дұрыс болмайтын шығар. Мен бақытты едім. Күйеуім менімен бірге бақытты болды ма, жоқ па, ол жағын айта алмаймын. Себебі екеуміз отбасылы болғанда бір-бірімізді 2 рет қана көргенбіз. 3-ші кездесуде екеумізді ортақ келісімімізбен отбасы болдық. Бізді таныстырған енемнің өзі болатын. Енем мені бір көргеннен ұнатып, менің сен секілді кенім болса арманым болмас еді деп сүйсініп айтатын сөздерін көп естігенмін. Сөз арасында осылай әкеліп, менің бір ұлым бар, өзіне лайықты жар таба алмай сенделіп жүргені. Жасы 30-ға таяп сенделіп жүр. Үйленетін ойы бар ма, жоқ па, оны да ашып айтпайды. Сұрасаң қыз жоқ дейді. Сен маған ұнап қалдың. Ұлыммен танысып көрсеңші. Ұлым да сені ұнатып қалатынына күмәнім жоқ деп соңымнан қалмай таныстырып еді. Енемнің бастамасымен күйеуіммен таныстым. Шыны керек, енем қолдап тұрса, күйеуім қайда барады дегендей ой болған еді менде. Өйткені айналамдағы көптеген келіншек енесіне шағым айтып, күйеуімен барлығы жақсы болса да енесінің араға түсуінен зардап шегіп қиналып жүр ғой. Мен де сол жағынан қатты қорқатын едім. Бірақ Аллаға тәубе, енем жақсы болған соң, маған деген көзқарасы түзу болған соң, күйеуім де ештеңе демейді. Анасының таңдауы болғандықтан күйеуім анасының айтқанын қарсы шықпайды. Қарсы шықпаған соң мені де сыйлайды. Солай екеуміз бір отбасы болып тұрып, дүниеге 5 бала келді. 5 бала өмірге келгенше күйеуім мені сүйеді, мені жақсы көреді деп сендім. Бірақ шындығында ол маған жанашырлықпен ғана қарайды екен. Өміріне көндігіп, осы менің жарым, балаларымның анасы деп қана қабылдайтынын білдім. Қазір жасым 50-ге жақындады. Қыздарымыз да тұрмысқа беріп, солардың қызығын көріп отырмыз. Күпірлік етпеймін. Немерелеріміз келген кезде ауламыз у-шуға толтырып қуантып кетеді. Бірақ олар қашанғы жүреді. Өздерінің әке-шешесі, ата-әжесі бар. Ал ұлды үйлендіремін бе деп ниеттеніп отырғанда жүрегіме жара салатын мына жағдайды есеңгіретіп тастады. Жолдасымның қазір 2-ші отбасы бар екен. Оны жақында біліп қалдым. Білген сәтте аспан айналып, жерге түскендей өзімді адамның қоры сезіндім. Күйеуіме білген жаңалығым туралы айтпай тұра алмадым. Мұның не? Имандай сенген мен ақмақ болғаным ба? Қалайша осы күнге дейін түк болмағандай бетіме күліп қарап, балаларының бетінен сүйіп жүрдің. Сенен қатты жиіркенемін, дедім. Осыншалықты жиіркенішті адам менің адал төсегімді былғап, опасыздық жасап жүргенін кеш білгенім өкінішті. Қазір енді сатқындыққа шыдамай ажырасып кетуге тым кеш. Қыздарымызды ұзатып, құда-құдағи атанып отырған шағымызда бұл өлімнен тең еді. Біреуге айта алмайсың. Ішіме жұтып ауруға ұшырадым. Жолдасым сол кезде ақталған жоқ. Жасырып сылтау да айтпады. Тек қана сені анам үшін ғана алғанмын. Әйтпесе менің сүйген қызым басқа еді. Сол сүйгеніме қосылдым. Анам рұқсат бермеген соң саған үйленіп, өзімнің жанымда, тәнімде қалайтын сүйіктімнен бас тартқан жоқпын. Не істесең де өзің біл, бәріне көнемін деп отыр. Я, ол ештеңеден қорқып отырған жоқ. Мен оны үйден қуып жібергенмін. Күннің өзінде оның баратын жері жоқ. Құшақ жайып қуана қарсы алатын екінші отбасы да бар.
бұдан мен не ұтамын? Керісінше жұртқа күлкі болмаймын ба? Әлгі әйел де бұлай етсем шәпкісін аспанға атып қуанатын шығар. Жолдасым да бізді тастап кеткеніне өкінейін деп тұрған жоқ. Тек ортадағы балаларымыздың жағдайын ойладым. Маған өте ауыр. Жас кезімде болса, осы жағдайды ертерек білгенімде бұл сынақты жеңіп шығу оңайырақ болар ма еді. Өмірімнің орта беліне келгенде мұндай сұмдыққа тап боларымды ешқашан ойламағанмын. Үш ұйықтасам да түсіме кірмеген болатын. Үйде ұлымыз екеуміз ғана едік. Жолдасым жұмысында болады. Жұмысы бақталық әдіспен істейтін жұмыс еді. Ол жаққа да солай айтады ғой. 15 күн ол жақта, 15 күн біз жақта болады. Қыздарым мектепті бітірген соң студент атанып қалада оқыды. Сол жақтан теңдерін тауып тұрмысқа шықты. Олардың әкелері жайлы сұмдық жаңалықты білмегеннің ғана менің көңілімді аз да болса орнықтырады. Әйтпесе кім білсін, олардың да жүректері ауырып, өздерін жек көріп кетер ме еді. Біз осындай әкеден туылдық па деп. Ендігі мақсатым осының барлығын қорқынышты түс көргендей ұмытып, ұлымды үйлендіріп, тезірек немере сүйсем деймін. Әйтпесе қартайған шақта мұндай жүкті көтеріп жүру маған өте ауыр. Көңілімді бұрып алданыш етер нәрсе тапқым келеді.